Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен қызылша салатын дайындайтын боламыз. Бұл салат витаминный салат деп аталады. Көп жағдайларда біз кафелердің мәзірінде жиі кездестіріп жатамыз. Сондықтан да менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып, видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Бұл салаттың ең басты ингредиенті қызылша, сонымен бірге алма, сәбіз, грек жаңғағы, чеснок, майонез бен қаймақ араластыратын боламыз. Ингредиенттердің пропорциясын өз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Қатып қалған рецепт жоқ деп ойлаймын. Өйткені мүмкін біреуге сарымсақтың көп болғаны ұнамауы мүмкін, немесе алманың көп болғаны ұнамауы мүмкін. Сондықтан да өздеріңіздің қалауларыңызша мөлшерін өздеріңіз қоссаңыздар болады. Ең алдымен грек жаңғағын пышақтың көмегімен ұсақтап аламыз, қатты майдалап жібермеңіздер. Одан соң басқа ингредиенттерімізді ең алдымен мына сәбізіміз бен сарымсағымызды терканың ең ұсақ көзінен өткізіп аламыз. Себебі морковымыз ол піспеген, сондықтан да қаттылау болып кетуі мүмкін. Ұсақ көзінен өткізуге тырысыңыздар. Одан кейін қызылшамыз бен алмамызды терканың ірілеу көзінен өткіземіз. Барлық ингредиенттерімізді үкіштен өткізіп дайындап алғаннан кейін бір ыдысқа салып, оның үстіне мен жартылай қаймақ, жартылай майонез алдым. Ол жағын тағы да өздеріңіз білесіздер, қалауларыңыз бойынша, немесе майонезбен, тек қана майонезбен, немесе қаймақпен ғана заправлять етсеңіздер болады. Жаңғағымызды қосамыз. Жаңғағымыздың кішкене бір бөлігін алып қаламыз бетіне себуге. Салатымызды жақсылап араластырамыз. Одан соң дайын болған салатымызды ыдысымызға салып, үстіне кішкене майонез жағамыз және алып қалған жаңғағымызды үстіне сеуіп қоямыз. Мінекей тез арада осындай әдемі, ағзамызға пайдалы, аппетитный осындай салат дайын болып шықты. Енді бір айта кететін жағдай, қызылшамызды духовкада пісіріп алсаңыздар өте тамаша болар еді. Сонымен бірге салатқа сарымсақ қоспауға да болады. Майонезді йогуртпен алмастырсаңыз болады. Және де мейіз қоссаңыз, одан да ерекшелене түсетін сөзсіз. Сондықтан да осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Егер менің рецептім ұнап жатса, менің видеома лайк басып, пікір жаза кетіңіздер. Менің видеомды соңына дейін болып көргендеріңізге көп рахмет. Алдағы уақытта тағы да сіздерге көптеген пайдалы рецепттерді салатын боламын.